Сәлем достар, сіздермен мен Ағила. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өзбекский самсы в казане пісіретін боламыз. Ол үшін алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Қамыр үшін бізге 500 грамм ұн, 2 жұмыртқа, сары май қажет. Дәл осылай видеодағыдай алдымен сары майды жұмыртқаны салып, ұнды жақсылап араластырып аламыз бір келгі болғанша. Одан кейін тұзды су құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тым қатты болмауы қажет, сол үшін аздап су құйып отырып қамыр илейміз. Мінекей осылай жақсылап иіні қанған қамырды біз бөліктерге бөліп аламыз. Осылай менде видеодағыдай 4 бөлік шықты. Барлығын суалап, бетіне пакет жауып, бастырып, демін алдырып, холодильникке қойып қоямыз. Ішінде сары май болғандықтан ол кішкене қатуы қажет. Оған дейін біз фаршын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, жир және пияз қажет. Дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Менде фарш жирі аз болғандықтан мен отдельно бөлек жир көбірек турап салдым. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз бір келгі етіп. Дайын болған фаршты алып қойып, одан кейін біз қамырын жайып бастаймыз. Қамырды осылай барлығын жұқалап жайып аламыз. Bir суаланы жайдым. Енді екінші суаланы. Барлық қамырымызды осылай бірінші жайып аламыз жақсылап. Мінекей ең соңғы қамырым, қазір 4-ші суалы. Бұны да осылай үлкейтіп, жайып аламыз жақсылап жұқалап.
және біз қамырды жайып жатқанда бір жағынан газге сковород табаға сары май және жер салып ертіп аламыз. Қазір қамырымызды сонымен майлайтын боламыз содан кейін. Осылай барлығын жеткімен барлығын жағып шығамыз. Жаңағы жайылған қамырды үстіне жайып, оны да осылай майлайтын боламыз. Осылай қабат-қабат етіп барлығын жайып майлап шығамыз бір келкетіп. Үшінші. Және төртінші міне ең соңғысы. Бұны да осылай жайып алдық мінекей. Енді осылай бір шетіне ораймыз. Жақсылап қысып ораймыз, өйткені арасында ауасын барлығын шығару керек. Осылай орап, морозилькеге бір 40 минутқа қойып аламыз қатырып. Мінекей 40 минуттан кейін осылай шығарып алып, барлығын өзімізге қажет размерде осылай кесіп алатын боламыз. Қамырымыз осындай слой болып, әдемі болып дайын болады. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді қайысып кетпес үшін барлығын пакетке салып қойып, шетінен қажетін жая береміз осылай. Біз осылай жайып дайындап жатқанда бір жағынан газге қазанымызды қойып қоямыз. Пустой қазанды кәдімгідей газге ақырында басын жағып қойып қоямыз, өйткені қазанымыз жақсы қызу керек. Мінекей өзімізге қанша керек, сонша жайып аламыз. Енді фарш салып түйетін боламыз қазір барлықтарын. Түйген кезде тура тандыр самса сияқты қылып дөңгелетіп түйеміз. Тура осы видеодағыдай етіп түйіп аламыз барлығын.
Барлығын осылай түйіп аламыз. Өте дәмді болып шығады пісіргенде. Тура тандыр самса сияқты шығады. Мен екі түрлі түйдім. Біреуін кәдімгі осы самса сияқты үшбұрышты етіп түйдім. Жартысын духовкаға, жартысын қазанға пісіретін боламыз. Біз қазір бір жұмыртқаны алып, бір кесеге бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағын бөлек, сарысын бөлек. Сарысына аздап сүт қосамыз, ағына кішкене тұз салып араластырамыз. Ол өйткені қазір біз самсаны қазанға жабыстыру үшін жұмыртқаның ағына батырып аламыз. Сонда жақсы жабысатын болады, түсіп кетпей. Мінекей, жұмыртқаның ағы және сарысы. Біздің қазанымыз қызып тұр. Жұмыртқаның ағына батырып алып, осылай ұстап жабыстырамыз самсаларымызды. Барлығын осылай шетінен тізіп аламыз. Мінекей осылай барлығын бір шеттен тізіп аламыз. Видеодағыдай етіп. Дәл осылай, мінекей. Жұмыртқаға малып осылай барлығын тізіп қойып аламыз. Орташа отта тұр. Мінекей ашып бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз енді. Бетін жауып тағы қоямыз. Әр 10 минуттан қазанның бетін ашып, суын төгіп тұрамыз. Бана буланған суын сүртіп алып, қайта жабатын боламыз. Осылай 30 минутта дайын болады. Арқасы піскеннен кейін біз бетін пісіру үшін қазанды қазір теріс айналдырып отқа қоятын боламыз. Мінекей, жай отта осылай қазанды теріс айналдырып қоямыз. Мінекей, бізде уже беті терең қызарады. Осылай алатын боламыз. Мінекей, тура тандырдағыдай. Өте дәмді болады, мінекей піскенде. Слой-слоймен өте дәмді болады. Рецепт ұнаса лайк басып каналға тіркелеміз. Барынша осы видеоны WhatsApp арқылы таратамыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.